Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Сулхан. Біз дәл қазір сіздермен бірге өз результаттарымызбен бөліскіміз келіп тұр. Мен дәл қазіргі сәтте сертификатталған нутрициолог болып жұмыс жасаймын. Сіздермен бірге IARS-пен қандай дәрежеде қанша килограмм тастағандығы туралы бөлісетін боламыз. Біз 88 күндік челленджді бастаған болатынбыз. IARS, өзіңізді таныстыра кетсеңіз, жасыңыз қаншада, қанша килограмм тастадыңыз? Есімім IARS, айтып отырғандай. Жасым 27-де 88 күндік челлендж барысында мен болдым минус 12 килограмм вес тастадым. Және де көптеген жақсы привычкалар қалыптастырдым. Режим дұрысталды, питание бойынша көп заттарды үйрендім, дұрыс тамақтана алатын болдым. Ең бастысы бағанағындай здоровый образ жизнь сол циклға кірдім да, иә. Сіз 88 күннен алдыңғы весіңіз қанша болды? Максимальный? Менде максимально 109 килограмм болған. 88 күн челлендж бастамай тұрып. Қазір салмағым 97-96 болып кішкене былайынан ойнап тұрдым. Целым, иә, 12 килограмм. Мен қазір көрермендерге толықтай түсінікті болу үшін сізге дайын сұрақтар дайындап қойдым. Челленджге дейінгі өміріңіз туралы сұрайтын боламыз. Челленджге дейін өзіңізді қалай сезіндіңіз? Энергия, ұйқы, денсаулық қалай болды? Челленджға дейін қазір ойласам, егерде сол сәтке барып ойласақ, бәрі жақсы деп ойлап жүресің, но бірақ олай емес, андай энергияң жетпейді, или болмаса асып кетеді, түнде ұйықтай алмайсың, режим дұрыс емес, режим дұрыс болмаған үшін тәтті тамақ жегің келе береді, түнде тамақ ішіп қоя бересің. Вообще суды дұрыс бір күнде нормасымен су ішу деген ондай нәрселерді білмейтінбіз, газировка, кола ішіп жүре беретінбіз деген сияқты. Содан кейін ол кезде мотивация болатын, ютубтан видеолар, инстаграм, тиктоктан көріп, андай мотивация оянып келіп бір сәтке ғана жасалынады, ол андай спичный эффект беріп тез өшіп қала беретін да. Маған осы 88 күндік челленджда дисциплинамен жұмыс жасау уже өте көп көмектесті да. Өйткені ол жерде бір нәрсені аздан болса да тұрақты жасай берсең өте жақсы результатқа болады екен де. Оның алдында мотивациямен жасалған зат бір айдан кейін өшіп қалды. Білесіз, айта кетейін, біз осыны челленджді, то есть 3 ай бұрын жасадық. Мен негізінде 5 ай бұрын осы клубқа келген болатын. Бастапқыда мотивацияның арқасында келіп, бір ай жасадым да, екінші айында уже тастап кеттім да, ол кезде тағы да қосып алған болатын, білесіз. Содан кейін как раз сіздердің арқаларыңызда, Айдын мырзаның арқасында осы челленджға келіп, осылай болады, бізде результаттар болған деп кейстерді көргеннен кейін челленджға бастау, уже челленджді бастап кету ниеті болды, соңына дейін алып бару деген сияқты. Қазір уже түсініп жатырмын да, дисциплина ең маңыздысы екен. IARS, менде тағы бір сұрақ. Сіз өзіңіздің денеңізге немесе денсаулығыңызға зиян келтірмей салмақ тастағыңыз келді ма? Болады ғой, мысалға қазір бір таблеткой, бір деңгейлердің зиян әсерімен диетаға отырып, мысалға асқазаным құртып алады деген сияқты. Көп способтарын естіген, бағанағындай таблеткалер ішу, арықтататын бір көп қой қазір негізі шығып отқан. Сондай, или болмаса тек қана аш болып сумен диета ұстайтын түрлері бар екен. Негізі бірақ олар ау баста маған өзіме шыны керек ұнамады ше, өйткені қалай адам, негізі ол нәрсе ол баста өзіме ұнамады ше. Соныменен дұрыс ғылыми қалай осы организмға зақым келтірмей арықтауға болатын нәрсені іздеп бастадым. Осы клубтан тағы да көп знаниялар алдым. Сол жайлы бағанағындай қалай дұрыс диета ұстау керек, қалай көп нәрсені үйрендім шыны керек. Сөйтіп ең бастысы бағанағы дұрыс тамақтану және соны бір қалыпқа алып кету. Қазір өте жеңіл сезінем, өте кайфовый, энергичный сезінем. Сосын шынымен де ерте тұрып күнің қалай басталса, бір күнге бойы солай өтеді екен де, күнің негізі өте керемет болып жатыр қазір бұрынғыға салыстырғанда. Білейін, нағып ертерек бастамадым деп ойлап жатырмын ше. Тағы бір сұрақ. Артық салмақ сіздің өміріңізге қандай әсер етті? Жұмысыңызға, немесе отбасыңызға, достарыңыздың арасында? Артық салмақ, қалай айтқанда, ұйықтап жата бергің келеді, тағы да тамақ жей бергің келеді, энергия болмайды. Осы мәселелер ғой, ең бастапқы негізі. Ең маңызды мәселелер негізінде. Енді келесі блок бізде мотивация мен шешім туралы болады. Бірінші сұрақ. Неге дәл челленджбен 88 күндік қатысамын деп шешім қабылдадыңыз?
Неге онсыз ақ жасамадыңыз? Оның алдында келіп жүрдім ғой. Сол бастапқыда айтқандағыдай бір ай қатыстым да, одан кейін жоқ болып кеттім де. Ол кезде бағана дисциплина деген нәрсе болмай қалды да, тек қана мотивациямен істедім да. Ал кейін келіп түсіндім, ол әр нәрседе дисциплина болмаса, ол соңында нәтиже болмайтынын ше. И басқа адамдарды да көрдім да, залға барып жүрген достарымды да көрдім. Барады, ойлағандай массасын алады, не болмаса арықтайды, и біраз уақыттан кейін қарасаң уже қойып кеткен да, и бұрынғы формасына қайтадан келіп алған деген сияқты. Келесі сұрақ, программаға кірген кезде сіздің мақсатыңыз қандай болды? Ең басты мақсат сол артық вестен арылу, және де табиғи жолмен арықтап, сол нәрсені ұстап қалу, дисциплинаны орнату, сосын режимді дұрыстау болды. Сізде сол весіңізді дәл ұстап тұру болды, иә? Келесі сұрақ, бастаудан бұрын не наразы етті, немесе қай жағынан көбірек қорықтыңыз? Бастамай жатып, қандай правила болды? Бастамай жатып қорқыныштар болды. Есіңізге түсіріңіз, мына жерде Айдынмен сөйлескен кезіңізді. Ең басында қорықтыңыз ба? Болады, кішкене соңына дейін істей алмай қалсам қалай болады. Өйткені мен бұл нәрсені бірінші рет жасап жатырмын. Өйткені бірінші рет жасап жатқан соң білмейсің алдағы не күтіп тұрған, қандай результаттар болатын, қандай қиыншылықтар болатын. Ең қиыны маған соңына дейін алып бара аламын ба деген нәрсе болды. Орта жолдан тастап кетіп, тағы да бұрынғы сияқты результат болмай қала ма деген сияқты сондай қорқыныштар болды. Сосын тағы бір қорқыныш менде, өйткені Алматыда емес, келіп жартысынан кейін келіп істей алмайтын болдым, онлайн форматта істеу керек болды. Сол кезде көбірек андай бұзылып кете ма, қалып кете ма деп ойладым ше. Бірақ онлайн форматта болса да 88 күннің жартысы онлайннан болды. Бірақ соңына дейін өтіп шықтық. Және де сіз неден қорықтыңыз? Қорқу болды ма? Типа закон болды ғой. Естисіздер, егер де бітірмей қалсаңыз челленджді, нандай да бір нелерге жауап бересіз, либо қандай айтуға бола ма? Бізде бастапқыда келісім бойынша мындай болған, енді өзіміздің арамызда 88 күндік челленджде бір күн қалып кетіп, 4 орындау керек болатын зат болды. Соның біреусі орындамай қалып кететін болса 100 000 теңге штраф, и плюс шашты қию и басқа цветке бояу болды да. Содан кейін осы нәрседе маған кішкене андай жоқ қалдырма деген нәрсеге бір мотивация болды ма, или арттан айдайтын бір қамшы болды деп айтайын ба. Басында кішкене қорқыну болды. Өзің елестетесің ғой, басың көк түріңмен деген сияқты. Бірақ керісінше давай мен істемеймін осыны, бұрыннан бері істемей келе жатыр едім, давай те. Осы неужели бір нәрсені соңына дейін істеп бітірейінші, мен елдерге, өзіме де және елдерге де көрсетейін, мен осы нәрсені істей аламын деген нәрсемен. Как раз маған осындай нәрсе керек болып жүр деп айтайын. Енді келесі бізде уже процесс 88 күн сізде қалай өтті? Бірінші сұрақ, алғашқы апталарда сізге ең қиын болған нәрсе не болды? Алғашқы апталарда менде ол ұйқыдан ерте тұру болды ғой, өйткені оған дейін режим вообще бытшыт болатын. Сосын ұйқыдан ерте тұру қиын болды басында. Одан кейін ұйқы үйреніп кетеді екенсің. Сосын алғашқысында міне ұйқы қиын болды. Бірақ тамақтан проблема болмады. Мен тәтті жемей, газировка ішпей, артық тамақ ішпей жүре бере алдым да. Бірақ ұйқы қиын болды. Ал ұйқы оңдалып келе жатқанда уже жайлап басталды. Бағанағыдай тамаққа қарай тәбет тартқандай. Арасында болады, тәтті жегің келіп кетеді, достарыңмен отырасың, бұзғың келеді, сондай болады. Ол кейін одан да өтіп кеттім. Уже соңына қарай давай бүгін бір күн демала салайын, сонша күн істедім ғой дейсің. Бірақ керісінше сол нәрседе тоже маған мотивация берді. Сонша күн істеп келесің де, тағы енді бүгін бұзып тастайсың ба деген сияқты. Сөйтіп жалғаса береді екен да, андай. Еще бір жақсы жері мен оны кейін айтады. Келесі сұрақ. Сізде дәл осы жаңағыдай тастап кетем ба деген сияқты болды ғой. Енді бәрін тастап кеттім деген сәттер болды ма сізде? Жоқ, негізі болмады. Қайтсем де осы 88 күнді бітіруім керек деген болмады ма? Все, мен тастаймын деген сияқты. Жоқ, болған жоқ. Наоборот, моменттер болды, қиналып кеткен, но бірақ целом болды, мен все деп шығып кеткен ондай болмады. Наоборот, қазір мен ойласам қайтадан істегім келіп тұр да, сол нәрсеге. Бірақ білесің, моменттер бар, қиналып жатқан, бағанағындай қарның ашып жатқан. Жоқ, қорқыныш жоқ, бірақ білесің, қарның ашып жатқандағына чувствуа, қиналып жатқандағың, ауырып тұрсаң да, денең ауыр болып тұрса да, таңертең тұру моменттер болады ғой. Бірақ тұрып кетсең ары қарай жақсы болады да. Бірақ именно сол қиын моменттерді білесің, бірақ сонысымен кайф болды да негізі бұл челлендж.
дәл осы сізге ұнаған моменттерде сізге осы режимді ұстауға ең көп не көмектесті? Мотивация болды ма, либо бір текстер, либо бір қоршаған орта, либо кез келген бір тренер жазып тұрып деген сияқты? Иә, ең бастысы сіздермен сөйлесіп тұрдым, бағанағындай өшіп баратқан мотивациямды қайтадан жандырып деген сияқты сөйлесіп, Отчет, иә, күнделікті күнделікті отчет, күнделікті отчет салып отырдым, сосын барлықтары уже қолдап давай. Мен негізі инстаграмға салып отқан кезде ойлаған ешкім көрмейтін шығар, сен уже блогер болып бастадың ба деп. Жоқ, керісінше болды. Барлық достарым, хорош, брат, уже результат қанша болды деп. И айтпақшы, менен қайталап істеп жатқан адамдар болды, уже результаттары 6-7 килограмм болған. Негізі оларды болды, қалай істеп жатсың, қаяқта істеп жатсың, не істеу керек, брат, үйретші деп сондай көп адамдар жазды. Бірақ сол моментте уже сол нәрселерді анандай бір гордость, қуаныш береді өз-өзіңе. Сен молодецсің деген сияқты ше. Жасай алдың, уже саған қарап адамдар өздерін өзгертіп жатыр деген нәрсеге тағы да мотивация болды. Осы 88 күннің ішінде тамаққа деген әдеттеріңіз қалай өзгерді? Өзгеріс бар ма? Тамақ өзгерді. Мен бітті болды, мен енді қалай басылай жеймін деген жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ. Мен басында ең бастапқыда челлендж бастамай жатып солай ойлағам ше. Біткен соң асықпай отырып бір бургерден бақан дейді анамға кепшейді. Жемедіңіз ба? Жедім, бірақ сағындым, шыны керек, жедім. Бірақ андай да білесің де, не нәрсенің жеу керек, не нәрсені жемеу керек, не нәрсе зиян екен. Уже асқазанда кішірейіп қалған, артық тамақ іше алмайсың. То есть әдеттерде мынандай болды. Таңертең күнде тұрып су ішетін болдым аш қарынға. Өйткені құрғақ асқазанға тамақ ішпеймін, уже сезіледі. Күніне нормамен су ішем, басқа газировка ішкім келмейтін болды уже. Содан кейін тек қана шөлдесем, су ішетін ғана болдым да. И тамақты да тоже бағанағындай БЖУ деп айтады ғой, белок, жир, углевод, соларда басында тоже программалар бар еді ғой, солармен есептейтінді. Қазір уже примерно біліп алдым да, күнімдік нормасындағы калория қаншалық керек маған. Примерно уже жатталып қалды. Бір қарап тұрып, мынадан болады, мынадан болмайды. Уже программасыз өзіңіз ойша есептейсіз. Есептеп уже сол нәрсемен жеуге тырысатын болдым. Сосын обязательно бағанағындай перекустар, сосын кешкісіне уже желательно тамақ ішпеймін ше. Может, суп, салат сондаймен. Жеңіл. Жеңіл. Енді барлығы көріп отырғандар, құр енді просто тамақпен ғана 88 күн ұстады ма деген сұрақ болуы мүмкін. Енді сізде осындай физический активность болды ма? Қанша рет жасадыңыз, не жасадыңыз? Спорт. Айтпақшы, толығырақ айта салайын. Бұл 88 күнде қалай болды? То есть, бұл жерде бірінші нәрсе суды нормасымен ішу бір күнде. То есть, 1 килограмм массаға 0,03 литр су керек екен. Ол получается менде бір 2 килограммнан асатын. Енді күніне 2 килограммнан артық таза су ішіп жүрмін, олар шайларымнан басқа. Сосын дұрыс тамақтану, правильно питание. Үшіншісі күнде шаг. Бастапқыда 5000 деп қойғанбыз, ол сосын аз болды да, и мен 8000 деп өзім қайтадан қосып алдым өзіме. Сөйтіп күнделікті сол нәрселерді орындап жүрдік. И төртіншісі бағанағындай отчет. Соңынан екен ғой. Төртіншісі бағанағындай режиммен ұйықтау. То есть ертеңгі күнге қалып кетпей, түнгі 12-ден асып кетпей да. 7-8 сағаттық толық ұйқы болу керек. Сосын отчет. Күнделікті солайынан осы 4 нәрсеге отчет беріп, осылайынан 88 күн бойы жасап отырдық. Енді спорт болды ма сізде? Спортты мен примерно онлайн қалай жасадыңыз? Бір айдан кейін спортты қостым. Физический нагрузка болды, кәдімгі залға барып. Өйткені мен бұрында залға баратын, сосын андай денем сұрап тұрды. Жақсы результат болып атты басында. Прям күніне салмақтар 300 грамм, 200 грамм, 500 грамм, 600 граммге дейін минус болып атқандар болды да, сол кезде қарап андай тіпті шабыттана түстім да. Содан кейін біраз уақыттан кейін, бірақ бірден қосқан жоқпын ше. Біраз уақыттан кейін жайлап денемді үйретіп, залға барып бастадым. То есть жер кетіре бердім, айларымды жаға бердім. Бұлшық еттері кет қалмас үшін белоктар іштім. Сосын залға занимайся еттім, темір көтердім деген сияқты. Солмен бағандай май кетіп, мышцы қалып, жақсы формаға. Енді келесі блок бізде нәтижелер мен өзгерістерге байланысты. Енді сіз минус 12 килограмм тастадыңыз ғой. Ол енді үлкен нәтиже. Одан да бөлек нәтижелер болды ма сізде? Денсаулыққа байланысты, өміріңізде, немесе достарыңызда, жұмысыңызда деген сияқты. Энергия. Біріншісі сол, менде өзіме
чисто өзіме бөлінетін уақытым көбейді. Өйткені таңертең ерте тұрамын. То есть жұмысым менде 10-да болатын болса, менде 3 сағат уақыт бар да. И 3 сағат уақытта андай спокойствомен, асықпай өзіңе арнай аласың да күніңнің басын. Мен сөйтіп күнделік жазып бастадым. Таңертең растяжка жасап бастадым. Бүкіл денеңді қан жүреді енді. Прям настроениең жақсы болып бастайды. Сосын асықпай андай тамақ жасаған жақсы көремін да. Таңертең музыка қосып қойып, асықпай прям тамақ жасап, кайфу чувствовать андай. Энергия болып бастайды, сізде. Сөйтіп сөйлайын, асықпай тамақ жеп бастайсың, кітаптар оқып бастайсың, бағанандай подкасттар көресің, денсаулыққа байланысты. Оның алдында қалай болатын еді? Тұрам, 10:30 болыпты ғой, уже киімді киесің, көзің ысып жатыр, шашың быт-шыт, жуынуға да уақыт жоқ, таксиге отырып кетіп баратасың. Сондай болатын да. Одан қазір челлендждан кейін уже андай да, челлендждан басталды ғой енді. Өзіңе көп уақыт бөліп бастаған соң уже өзіңдегі жеке даму да көбейіп бастайды екен да. Тағы бір сұрақ енді, өзіңізге және өзіңіздің денеңізге деген көзқарасыңыз өзгерді ма? Иә. Өзіңізге кішкене ғашық болып, жаңа айнаға болады ғой, өйткені бұл нәрселер әдемі форма, ол барлық адамға ұнайды шынымен де. И ол нәрсе сенің самооценкаңды жоғарылатады да. Киім кисең де өзіңе риза болып қарап тұрасың айнаға, шашыңды қайырып деген сияқты. Ол шынымен де. Сосын бір жаққа барғанда кеудеңді тік ұстап тұра аласың бағанандай бүйтіп. Артқы фонда қалып кетпейсің де бұрынғыдайша. Ұялмай. То есть самооценкаң жоғарылайды. Сонысымен негізі самооценка көп нәрсеге влиять етеді ғой негізі. Онда жеке дамулар жақсы болатын болды. Келесі сұрақ, сіздің өзгерісіңізге жақындарыңыз немесе достарыңыз қандай реакция берді? Мысалға, сіз Алматыда жүріп, басқа қалаға кетіп қалдыңыз ғой, басқа странаға. Қайтып келген кезде результатыңызды көріп, прям қатты болды. Бастапқыда, вообще 12 килограмм болды ғой, бастапқыда мен 4-5 килограммға дейін мен Алматыда болдым. Сол кезде күнде көріп жүрген адамдар қатты байқалмады. Бірақ бір апта, 2 апта көрмей қалып жүрген адамдар, сен кішкене азып қалған сияқтысың, киімдерің үлкейіп қалған ба деген сияқты сондай айтып атты да, бастапқыда сол нәрсемен шектеліп атты. Кішкене азып қалған сияқтысың болып. Ал мен полностью 88 күнді бітіріп, тем более 1,5 ай Алматыда болмай қайтып келгенде, сен базар жоқ, шынымен арықтапсың дегендей. Андай ол айтып атқан сезіледі, шынымен ішінен шығып атқан екен да. Бұрын сен қатысып жүредің, арықтапсың деген сияқты типа. Осындай ғана болатын да, формальность ретінде. Кейін уже сезіледі, базар жоқ, сен шынымен арықтапсың деп. И бағанағы айтқан сияқты сол результаттарымды көріп, достарым қайталап істеп атқандар да болды, и результат жасағандар да болды. Қызығып, иә. Тағы да бір сұрақ, бұрын сыймайтын қазір киіп жүрген киімдеріңіз бар ма? Бұрын сыймайтын, иә, бар. Сыймай қалған дегенде, қазір сыймай қал. Қазір үлкен болып қалған, иә. Иә, кең болып қалған киімдерім бар, менде жазда ең байқалды ма өзіңізге пик формалар болды ғой, футболкаларымды, шалбарларымды киіп көрсем вообще қазір кең да, кәдімгі оверсайз болып қалғанда. Білінеді, иә. И бұрын кішкене весім аз еді негізі. Сол киімдерім қазір жақсы киіп, жақсы четко болып тұрды киісем. И сосын бір нәрсені бөлсе кетейін тағы да. Өстіп обязательно не істесем де салмағымды түсірім керекпін деп мен өзімнен кішкене киімдерді алып сатып алып қойып қойған ғой, дайындап, именно күздік классикалық. Мотивацияға. Прям ананы киіп көрдім, шалбарлар ровно, прям иықтарымен әдемі киінгенде риза болдым да өзіме, болды мен мынаны істей алдым деген сияқты. Енді келесі блок бізде қолдау және команданың рөлі туралы. Бірінші сұрақ, сіз үшін кураторлар мен топтың қолдауы қаншалықты маңызды болды? Тренеріңіз немесе команда, кім сізге осыны бастауға әсерін тигізді, сол адамдардың қолдауы? Қолдау, әрине маңызды, өте маңызды екен. Прям болады моменттер ғой, тоже бағанандай қиналып кеттім деп атқан кезде сөйлесесің ғой, анау прям жоқ болады, кішкене настроениең көтеріледі, стресс болып атқан кезде осындай қолдаулар жақсы көмектесті негізі. Вот шаршадым, тастай салайын деген кездер ма? Келесі сұрақ, сіз челлендж форматына қай жағы сізге ең көп ұнады осы челлендждің? Режим жақсарту, дұрыс тамақтану, негізінен осылар ғой. Режим жақсарту, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану, иә. Өзіңе бағанандай, өзіңе өзің көңіл бөлу деген нәрселер. Келесі блок, ең жарқын сәт. Бірінші сұрақ, осы 88 күн ішінде сізге ең көп есте қалған
сәт қайсы болды? Бір бұзған кездеріңіз ба, либо қай моменттер сізге есіңізде қалды? Ең көп сәттер, қиналып жатқан сәттер есімде қалды ше. Көп қиналдыңыз ба? То есть жақсы жағымен қарағанда қиналған сәттер аз болды, но бірақ солар есте көбірек қалды да, андай бір таңертең қиналып ояна алмай жатқан сәттер. Сосын алдыңда тамақ тұрады, бірақ жеуге болмайды да. Например, олар торт жеп жатады, кола ішіп жатады деген сияқты, маған болмайды деп. Сол сәттер, прям сол моменттер қатты қинады ше. Сол бір момент айтып беріңізші, сіз айтып едіңіз ғой, достарыңызбен бірге құртып жеп қойған кездеріңіз, бірақ жеп қойған бұл прям идеальный болды деп айта алмаймын, как есть. Мен отчетқа да солай салып оттым да, ұйықтап қалсам, мен ұйықтап қалдым деп салып оттым, жеп қойсам, жедім, шак жүрмесем, жүрмедім деп салып оттым да, негізінде прям 88 күн бойы, мен енді робот емес қой бүкіл адам. Прям идеальный болған жоқ, шынымен. Бір момент бар ма есіңізде қалды? Болды, прям. Бірақ мен достарым мені білетін, осының челленджда жүргенімді, тем более мен кешкісіне вообще 7-8-ден кейін уже вообще тамақ ішпейтін, диетический тамақ болса да ішуге болмайды, өйткені ол түсіндім да, ішіп алып жүрген күндері ұйқыма әсер ететін да, то есть мен тамақ ішіп алсам ұйықтай алмай қалам, ұйықтай алмай қалсам ертең тұра алмай, сол цикл айнала береді да. Содан кейін бір күні болмай кетті, олар менен тығылып барып өздері, маған айтпайды, тығылғанда маған айтпайды, просто мен басқа жақта өзім жұмыстарымды істеп жүремін, шаг жасап жүремін. Сол кезде өздері барып тамақ ішіп қайтатын. Сосын бір күні олардың да қарны ашты, ұйықтамай қалдық, как раз 11-12 болып кетті ма, сондай болып кетті. Білмеймін, нағып ұйықтамай жүргенімізді. Момент жібермей? Иә. Олар KFC заказ беріп жатыр екен. Давай, жәкең деп тұрды. Әкесін қалыз деп тұрып, коласы мен KFC-ді ұрып алдық. Именно түнде ғой еще. Бірақ айтатынсыз ғой, білесіз ба, егер де қатты сағынсаңыз, обедте жесеңіз болады. Өйткені кешкісіне шақ жүресіз, ол жігайт етіледі деген сияқты. Білмеймін, именно сондай. Күндіз бәрі жақсы, күшті болып жүре бересің да. Кәдімгі салатпен тамақ ішіп, кәдімгі су ішіп, именно түнге келгенде қатты қиын болды да. Түнде ұйықтамай қалсаң болды, тамаққа қатты тартады да. Содан кейін бір күні жедік, сөйтіп KFC заказ беріп тұрмын. Сол кезде бақытты боласың. Бақытты боласың. Есіңізде қалған осы. Сағынып тұрып жедіңіз ба? Прям білмеймін, әдетте челленджға дейін или диетаға ұстамай тұрған кезде KFC-ді қатты сағынбайсың да, арасында бір моменттер болып қалады ғой, бір көзіңе көрініп тұрады, кіре салайықшы, жей салайықшы, давайте көрейік деп. Ондай болған жоқ, қатты тартады ғой, кетіп баратса KFC деп үлкен. Сосын бургер, именно екі ағзаттық сағындым, KFC мен бахандиді ғана сағындым, и болды. Сөйтіп, шыны керек, бір 4-5 рет бұзған шығарым 88 күн бойынша. Түнде, именно түнде келеді да осы нәрсеші. Бір-екі рет шыдап өткізіп жібердік, болмайды деп ұйықтап қалып жүрдік, или басқа жаққа кетіп қалып жүрдім. Чтобы достарыңыз жеген кезде сіз үйде болмас үшін, иә? Содан кейін. Вот, сіз қанша рет өзіңіз бұзғыңыз келіп, бұзсаңыз да, бұзғыңыз келмесе де, солай жеп қойсаңыз да, бірақ осы 88 күннің челленджінің арқасында сіз ең маңыздысы, бастысы қайтадан жалғастыру. Сіз жалғастырып, до конца соңына дейін жеткізе білдіңіз. Келесі сұрақ, енді қашан алғаш рет, мен шынында да өзгеріп жатырмын деген өзіңізде сондай чувство болды, сезім. Шынымен де мен өзгеріп келе жатырмын, өзгеріп жатыр деген сияқты. Сол бастапқы бір 30 күннен кейін, может, солай болып білініп бастады ғой деймін. 30 күннен кейін, иә? Бірден келмеді да ол чувство ша, андай, мен қайнағырып, мен өзгеріп кетіппін деп, ондай өтті. Өйткені мен мына нәрсені қосқан болатын. То есть күнделік жазам, и күнде не нәрселер жасадым, соған галочка қойып отырамын. И сол кезде бағанағында результаты жақсы көрінеді екен да. Көз алдыңызда. Прям мына нәрсені істептім бір ай бойы, мына нәрсені істедім бе қалыпты. Сол кезде уже сезіліп бастады да, ойлайтын бұрын мына моментте жақсы келді. Таңертең ерте тұрдым, бағанағындай тамағым жасап іштім, таңертең еше жүгіріп келдім, тамақ жасап жедім, кітап оқыдым, күнделік жаздым, біраз көп нәрсе істедім ше негізі. Сөйтіп болып, сағатқа қарасам, енді 11 болып отыр екен да. Содан кейін ойладым, мен 11-де тұрушы едім бұрын, ойлашы, сонда қаншама уақытым босқа ұйқымен ғана кетіп қалған деген нәрсені. Оған
қаншама көп нәрсені бітірдім осынша уақытта деген. Сол уақытта иә келіп бастайды да, уже мен жайлап өзгеріп бастап жатыр екенмін уже деген сияқты. Енді ең соңғы бір блоктардың бірі күмәнданып жүргендерге кеңес туралы. Бірінші сұрақты қоя салайын. Қазір бізді көріп отырған, бірақ челлендж 88 күнге кіруге қорқып жүрген, бастай алмай жүрген, мен соңына дейін жеткізе аламын ба деп жүргендерге қандай айтар кеңесіңіз бар? Басында да менде де болды, бірақ келмей кетіп, келіп деген сияқты. Егер де шынымен де қаласаңыз, ол нәрсені істейді екенсіз. Просто так артық ойлап керек емес екен. Мынандай нәрсені түсіндім ше. То есть нәпсі көп ойлата береді екен да адамды ше. Айтсаң болады, бүйтсең болады. И сосын адамдар мына нәрседен қорқады екен. Идеальный жасамай қаланба деп ше. Ештеңе жоқ. Бұзсаңыз бұза берсіңіз, ертең жалғастыра беріңіз де. То есть 88 күн бойы идеальный жасауым керекпін, мен соған дайындалуым керекпін. Онда ештеңе жоқ. Просто қазіргі моменттен бастап жасап кету керек екен да. То есть ертең деп те ертеңге қалдыру керек емес екен. Қазір ма? Бүгіннен бастап уже қазір су ішіп бастап, шаг жүріп бастап, бүгіннен барып просто бастап, Nike айтады ғой, just do it деп. Просто сол екен шынымен де. Just do it, просто бастап кетсеңіз болды. Содан кейін жалғастыра бересіз, болды. Күнделікті табандылық. Аздан болса да күнделікті нәрсе, ол нәрсені істеп отырсаңыз, өзіңіз білмей қаласыз, соңында үлкен прям жақсы нәтиже болады. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Бұндай 88 күндік челлендждер не үшін қажет адамға? Жай ғана салмақ тастау үшін ғана деп ойлайсыз ба? Ең бастысы сол өмірін өзгерткенге жақсы көмектеседі сияқты. Өйткені тек қана салмақ тастау ғана деп естілуі мүмкін, бірақ оның артында бағынандай көп нәрселер бар да. Ойыңды өзгертесің, өзіңе уақыттар бөлініп бастайды. Тек қана ол көп нәрсеге влиять етеді екен, жұмысыңа да влиять етеді. То есть ұйқысы қанған адам көбірек шанстарды байқай алады, энергиясы көп болады. То есть 110%-ке жұмыс істей алады, соның арқасында сенде көбірек результат болады, өсулер көп болады, соған байланысты ақшаң да көп болады, көп табысың да болады деген сияқты. Ол тек қана азу ғана емес екен да, былайша айтқанда, өміріңді кәдімгі жақсарту. Көзіңіз жетті соған, Келесі сұрақ, келесі финал. Финалдық хабар уже ең соңғысы бізде. Бірінші сұрақ, мына сөйлемді жалғастырып көріңізші. Мен қуанамын, себебі 88 күн бұрын мен қуанамын, 88 күн бұрын мен ұйқылас едім. Үйдегілердің көп еститін әңгіме осы ғой. Тұрсайшы дейтін әңгіме. Сосын мен қуанамын, мен 88 күн бұрын мен артық салмағым бар еді. Қазір де бар енді, бірақ салыстырмалы түрде да. Бар болғаны үшін қуанасыз, иә? Сіз жоқ болса, егер артық салмағыңыз, сіз бұндай... Бұл нәрсеге келмейтін едім да. Мен қуанамын, 88 күн бұрын мен дұрыс тамақтану, режим туралы нәрселер көп білмейтін едім. Соның арқасында көп нәрсе үйрендім. Мен қуанамын, 88 күн бұрын менде энергия может бүгінгідей аз емес еді. Қазір сезіледі прям. Аярыз, енді бізде жаңадан қатысушыларға немесе командадағы енді бастағысы келетін адамдарға қандай кеңес, ақыл айтатын едіңіз? Сразу бастап кету керек, ешқандай артық ойдың керегі жоқ. Команда бар, бүкіл бәрін түсіндіреді, көмектесетін болады. Шынымен де бұл жерде мынандай волшебный ештеңе жоқ. Өзіңізге сеніңіз, бұл нәрсені істей аласыз. Сонымен бастап кетіп істей берсеңіз, результатын өзіңіз көре бересіз. Ертегіде өмір сүріп жатқан жоқпыз. Баршаңызға рахмет, бізбен бірге болып көріп отырғандарыңызға, Аярысқа алғыс айтамыз өзінің кеңестерімен бөліскені үшін. Егер де сіздер де осындай бастай алмай жүрген болсаңыздар, салмағыңызды жай ғана салмақ тастау емес, өміріңізді, энергияңызды, денсаулығыңызды өзгерткіңіз келсе, сіздерге көмектесуге біз дайынбыз. Сондықтан дәл қазір бізде астыда ссылка бар, Telegram каналымызға өтіп, мен қатысқым келеді деп сөздеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздерге біздің менеджерлер жауап беріп, сіздерге осылай 88 күнмен көмектесетін болады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар. Енді